Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сапалық талдау. Сапалық талдау зертханада жүреді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде оқушы сапалық талдау істеп жатыр. Бұл жердегі құрал жабдықтарға біріншіден сынауықтар керек, екіншіден оқушылардың өзінің қорғайтын аспаптар керек, және мына суретте көріп тұрған сияқты құрал жабдықтары керек. Берілген заттар керек. Мына суретте көріп тұрғандай, ол күкірт қышқылы, натрий гидроксиді, темір хлориді, магний сульфаты, қорғасын нитраты, мыс деген сияқты заттар керек екен. Үшіншіден кесте құру керек. Кесте, мына өздеріңіз көріп тұрған сызба нұсқада еді. Бұл кесте бірнеше бөліктен тұрады екен. Бірінші, сол жақ қатарына берілген заттарды, үстіне де берілген заттарды жазамыз, ал ортасында бір-біріне әрекеттесе ме, әрекеттеспей ме, соны көрсетеміз. Көрсеткен кезде сіздер өздеріңіз не байқайсыздар, соны жазасыздар. Мысалы, натрий гидроксидін темір хлоридіне құйған кезде бізде қоңыр ерімейтін тұзба түзеді. Натрий гидроксидін магнийға қосқанда ақ ерімейтін тұнба түзеді. Натрий гидроксидін қорғасын нитратына қойсақ, ақ ерімейтін зат түзіледі. Натрий гидроксидін күкірттілі мысқа қоссақ, онда мыстың сульфатына көк түсті ерімейтін зат түзеді екен. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде 4 пробиркада барлық белгілері 4-еу сөйтіп анықтаймыз. Келесі реакция теңдеулерін жазамыз. Бірінші реакцияда қорғасын сульфаты түзгенін көрсетеді, екінші оның қысқаша теңдеуін жазылады, екінші сынауықта темірдің гидроксиді түзілгені көрсетіліп тұр. Оның да қысқаша теңдеуін жазамыз, иондық теңдеуін жазамыз. Үшіншіде магнийдің гидроксиді түзілгені көрсетеді. Төртіншіде қорғасынның гидроксиді көрсетіледі. Алты нөмірлеген сынауға келесідей заттардың ерітінділерін берілген. Жаңағы айтып кеткендей, бірінші сынауықта темір сульфаты, екіншіде қорғасын нитраты, үшіншіде марганецтің нитраты, су пероксиді, күкірт қышқылы, натрий гидроксиді. Әрбір сынауға қандай зат барсын, басқа реактив қолданбай, тек осы берілген заттардың қолдауын анықтаңдар. Заттары анықтау барысында жүру мүмкін реакция теңдеулерін жазып, жауаптарына кесте түрінде көрсетіңдер. Бірінші кестеде көрсетіп кеткендей, кестеде реакция өнімдерін белгілі нұсқап көрсетіңіздер. Бір мезгілше 3 зат әрекеттесу мүмкін болатын. 4 реакция теңдеуін жазыңыздар. Бірінші кестеде берілген заттар анықтауға арналған кесте формасы бойынша эксперимент жасалынады. Осы қай жерде тұнба түсті, соларды көрсетесіздер. Нақты эксперимент туралы міне тағда сызба нұсқа көрсетіп, нақты эксперименттен кейін мынандай сызба нұсқаны толтырасыздар. Шешу, берілген заттарын анықтау үшін алдымен бұл заттардың бір-бірінен әрекеттесу мүмкіндігі алдап, анық берілген байқалық реакцияларды таңдаймыз. Темір эквивалент сульфаты сулы ерітінді сутегі пероксидімен, қорғасын нитратымен және натрий гидроксидімен әрекеттесе алады. Оның реакция теңдеулері міне жерде көрсетіп қойғандай жазып қойдық. Натрий гидроксидін темір сульфатына қосқанда
темір гидроксид, эквиваленттік темір гидроксиді түзіледі, және ерітіндіде натрий сульфаты болады. Темір гидроксидін оттекпен әрекеттесіп, ерітіндіде 3 валентті темір гидроксиді түзіледі. Алдымен ашқыл жасылдау тұнба түзіледі, ауада бір тұрған соң қоңыр түске өзгереді. Марганец нитраты тек натрий гидроксидін әрекеттеседі. Мына жерде сызба нұсқада реакциялар көрсетілген. Ал пероксид су тек пероксидімен, күкірт қышқылымен және натрий гидроксидімен ерітінділерге тән реакция жоғарғы 1/6-да таңдалып кетті. Осы талдаулар негізінде ойынша эксперимент нәтижесін кездесуге түсіреміз. Екінші кестеде бірінші есептегі заттарын анықтау нәтижесі. Ойша эксперимент кезінде де мына сияқты сызба нұсқа құрастырамыз, өздеріңіз көріп тұрғандай. Эксперимент нәтижесінде екінші кесте толтырылады. Кестенің толтыру барысында ақ тұнба, күңгірт тұнба түсі күңгіретеді. Боялған ерітінді түсі өзгереді, ерітінді тұнба еріп кетеді деген белгілер қолданады. Нақты эксперименттің нәтижесін мына сияқты сызба нұсқаға түсіреміз. Ойша және нақты эксперимент нәтижесі салыстыру белгілі заттардың әрқайсысын жеке анықтауға мүмкіндік береді. Есеп шартында берілген заттар арасында күшті әрекеттесуге мысалдар. Мына жердегі реакция теңдеулері беріліп тұр. Осыдар қарастырғандай, бірінші реакция бойынша ерітінді сары түске боялады. Екінші реакциясында қоңыр қызылға түске боялады. Үшінші реакцияда қара қоңыр тұнба түзіледі. Ол марганецтің 4 валентті оксиді. Бесінші теңдеуде қоңыр түсті тұнба түзіледі. Ол қорғасынның 4 валентті оксиді. Екінші мысал. Нөмірленген сынауықтарда келесідей заттар ерітінді берілген. Күмістің нитраты, тұз қышқылы, күмістің сульфаты, қорғасынның нитраты, аммиак және натрийдің гидроксиді. Тек осы реактивтер қолданып қандай зат бар екенін анықтаңдар. Есеп шығарғанда алдымен ойша эксперимент құрып, жоспарын жасаңдар. Бір кестесі тәрізді сәйкес графаларға қандай өзгеріс болатын келесі шартты белгілерді қолданып белгілеңдер. Тұнба түсі төмен қаратып, ақ тұнба түсі төмен қаратып қоясыздар стрелканы. Ал екі стрелканы боялған тұнба комплексті қызыл түсіліс түзеді. Газды жоғары қаратып қоясыздар стрелканы. Диагоналды жоғарғы белгілі X белгімен түзілетін тұнба формуласын комплексті қосылыстарға немесе газ түзді көрсету. Осыған ұқсас кестені құтырылар нөмірімен көрсетіп аналитикалық эксперимент барысында құрастырып екі кесте мәліметін салыстырыңыздар. Шешуі берілген заттар қос-қостан әрекеттесу өнімдері төмендегі кестеде берілген. Ойша және нақты эксперимент мәліметтері қосылар қай құтыда не барын анықтауға болады. Екінші кесте берілген заттарын анықтау нәтижесі. Ойша эксперимент, не нақты эксперимент. Үшінші мысал. 10 нөмірлеген сынауыққа 20 мл-ден 0,1 мл келесі заттар ерітінділер берілген: барий хлориді, калий хлориді, натрий сульфаты, магний натрий, магний нитраты, натрий ортофосфаты, қорғасын 2 нитраты, калий гидроксиді, барий гидроксиді, алюминий сульфаты, натрий карбонаты. Осы бастаған таздарды реактив ретінде қолданып, қай сауыныққа қандай зат барын анықтаңдар. Сәйкес реакция теңдеулерін жазып, талдау жүргізіп, жоспар құрыңыздар. Шешуі берілген заттардың арасында келесідей реакция жүргізу мүмкін. Мына жерде 1-ден 7-ге дейін реакция берілген. Осы реакцияларды
жазып қоясыздар. Келесі мына слайдта қалған реакциялар көрсетілген. Мына слайдта одан да көрсетілген 23 реакция көрсетілген. 9, 14, 20, 26 реакцияларында негіздік тұздар түзіліп, тұнбаға түсу мүмкін. Ал 19, 22 реакция сілтінің артық мөлшер тұнба еруі мүмкін. Назардарыңызға рахмет. Осымен дәріс аяқталды.